Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнада жаңалықтар. Сіздермен бірге Динара Кунафина, сурдаудармада Жанбота Сәрсенбаева. Нұр Отан партиясынан парламент мәжілісінің депутаттығына 76 мандат бөлінді. Қазақстанның Ақ Жол демократиялық партиясына 12 мандат, ал Қазақстанның Халық партиясының үлесіне 10 орын тиді. Бүгін орталық сайлау комиссиясы 10 қаңтарда өткен сайлаудың ресми қорытындысын жариялады. Орталық сайлау комиссиясының шығарған шешіміне сәйкес, әрбір саяси ұйым алдағы 10 күннің ішінде өз кандидаттарының тізімін беруі тиіс. В настоящее время все необходимые для установления результатов протоколы. Бүгінде орталық комиссияның қорытынды шығаруға қажет хаттамалардың барлығы қолда бары. Қазақстан Республикасы сайлау жөніндегі конституциялық заңның 97 бабына сәйкес парламент мәжілісіне сайлау нәтижелерін орталық комиссия анықтайды. Партия тізімдері бойынша аумақтық сайлау комиссияларының сайлау қорытындысы жөніндегі хаттамаларына сәйкес сайлаушылар тізіміндегі азаматтардың саны 11.919.241. Сайлаушы бюллетенін 7.539.280 азамат, немесе сайлаушылардың 63,25% алды. Саяси партияларға ұзын саны 7.241.562 дауыс берілді. Дауыстардың үлесіне тоқталсақ, Қазақстанның Халық партиясына 659.019, немесе сайлаушылардың 9,1% дауыс берген. Нұр Отан партиясына 5.148.074, немесе сайлаушылардың 71,9% дауыс берді. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясына 383.023 адам, яғни сайлаушылардың 5,29% дауыс берді. Ақ Жол Қазақстанның демократиялық партиясы 792.828 дауыс, немесе 10,95%-ке ие болды. Адал саяси партиясына 258.618, немесе сайлаушылардың 3,57% дауыс берген. Сонымен бірге Қазақстан Халқы Ассамблеясы атынан мәжіліс депутаттығына 9 адамның тізімі бекітілді. Естеріңізге сала кетсек, осыдан 3 ай бұрын парламент мәжілісімен түрлі деңгейдегі мәслихат сайлауына 5 партия түскен еді. Былтыр жергілікті бюджеттерге бөлінген 13 миллиард теңге игерілмей қалған. 2 миллиард теңге үнемдеу болса, 11 миллиард теңге ұсатылмаған. Қаржының көбі Нұр-Сұлтан мен Алматыда, Павлодар мен Ақмола және Қызылорда облыстарында игерілмепті. Үкімет отырысында қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев мемлекеттік органдардағы лауазымды тұлғаларды жауапкершілікке тартуды ұсынды. Жалпы 2020 жылы мемлекеттік бюджетке 9 триллион 751 миллиард теңге кіріс түскен. Ал бюджет шығысы 98,1%. Оның ішінде республикалық бюджеттен 14 триллион 234 миллиард теңге шығыстар жүргізілген. Пандемияға байланысты былтыр салық түсімдері 2,4 триллион теңгеге төмендеген. Былтыр елімізде 15,3 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. 2019 жылмен салыстырғанда 16,8%-ке өскен. Бұл соңғы жылдардағы рекордтық көрсеткіш дейді ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов. Әсіресе Елордада құрылыс қарқынды жүргені белгілі болды. Бас қаладағы тұрғын үй салу 1,7 есеге өсіпті. Сондай-ақ Түркістан облысы мен Шымкент қаласында құрылыс индустриясы жақсы дамыған. Ал Қызылорда мен Атырау облыстарында тұрғын үй салу қарқыны төмен екен анықталды. Былтыр мемлекеттік сатып алу саласында 983 миллиард теңгеге қаржылық бұзушылықтар тіркелді. Қаржы министрлігінің құзырлы органы жалпы сомасы 10 триллион теңгеден асатын мемлекеттік сатып алу рәсімдерін тексерді. Нәтижесінде 2000-нан астам аудиторлық жұмыстар қаралып, 251 миллиард теңгенің қаржылық бұзушылықтарын тапқан. Оның 74% бухгалтерлік және қаржылық есеп жүргізу кезінде жіберілгені мәлім болды. Бұл туралы үкімет отырысында қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев айтты. 2020 жылы ауыл шаруашылығындағы өсім 5,6% құрап, отандық азық-түлікпен қамту көрсеткіші жақсарған. Өңдеу өнеркәсібі бойынша 12 өңірде жақсы өсім бар. Үкімет бүгін өткен жылды қорытындылап, экономикалық көрсеткіштерді жариялады. Өңдеудің жалпы өсу қарқыны 3,9%-ке артқан. Тек Қызылорда, Батыс Қазақстан, Атырау облыстары мен Шымкент қаласында өңдеу көрсеткіші төмен. Пандемия кезіндегі қиындықтарға қарамастан азық-түлік өндірісі 4, жеңіл өнеркәсіп
15, машина жасау 16,3, ал фармацевтика өндірісі 47%-ке өскен. Нәтижесінде 1,4 миллион адам жұмыспен қамтылған. 700 мың кәсіпкерге салықтық жеңілдік жасалып, бизнестің 40 мың жобасы жеңілдікпен қаржыландырылған. 2020 жыл күрделі болды, бірақ барлық сын-қатерлерді дер кезінде қабылданған нақты шаралардың арқасында еңсерді. Қазіргі жаһандық экономикалық жағдайда Қазақстанның тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз ету, партияның өзгерістер жолы әркімге лайықты өмір сайлауды бағдарламасын тиімді іске асыру арқылы қамтамасыз ету керек. Осының арқасында ең бастысы халықтың өмір сүру сапасын жақсартып, әл-ауқатын арттыруға жағдай жасалынады. Осыған байланысты барлығымыз партияның бағдарламасын іске асыруға бар күш-жігерін салу қажет. Бүгін еліміздің басым бөлігінде желдің екпіні күшейіп, қарлы боран соқты. Осыған байланысты бірнеше аймақта дауылды ескерту жарияланды. Әсіресе Павлодар, Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы ахуалды төтенше жағдай департаменттерінің мамандары жіті бақылауда ұстап отыр. Кей жерлерде желдің жылдамдығы секундына 28 метрге дейін жетті. Тақырыпты тілшіміз Нұршапағат Несіпбаев жалғастырсын. Солтүстік Қазақстан облысында барлық бағыттағы жолдар жабылды. Өңірде күн райы күрт бұзылып, қарлы боран соқты. Кей елді мекендегі көктайғақ пен бұрқасын тұрғындарды әбігерге салды. Осыған байланысты полиция мен төтенше жағдайлар қызметкерлері күшейтілген жұмыс кестесіне көшті. Болжам бойынша кешке қарай күн суытып, 32 градус аяз болады. Қазіргі уақытта облыстың автожолдарында 100-ден астам техникалық құралдар қызмет көрсетуде, және полицияның қызметкерлері күшейтілген тәртіпте қызмет көрсетіп жатыр. Және облыс тұрғындарына айтарымыз, алыс жолдарға шықпауын сұраймыз. Көкшетауда түнде басталған қарлы боран әлі тоқтамай тұр. Соның салдарынан көшеде көлік қозғалысы қиындады. Коммуналдық қызмет көшелерді қардан тазалап үлгерер емес. Қазгидромет мамандарының айтуынша соңғы 2 тәулікте Көкшетауға қардың 1 айлық мөлшері жауған. Шаһар сыртында да бұрқасыннан түк көрінбейді. Сол себепті аймақта сағат 11-ден бастап көптеген облыстық және республикалық маңыздағы жолдар жабылды. Мұнда да боранның соңы аязға ұласады дейді синоптиктер. Алдағы тәулікте Салехард аймағынан келген антициклонның енуіне байланысты Ақмола облысында ауаның температурасының төмендеуін байқаймыз. Ол түнгі уақыттарда 27-32, кей жерлерде 35 градусқа дейін аязға дейін төмендесе, күндіз 20-25, кей жерлерде 30 градусқа аязға дейін төмендейді. Қарағанды облысында ат құлағы көрінбейтін ақтүтек боран тұрды. Соның салдарынан Теміртау мен Елорда арасындағы күре жол жабылды. Тәуекелге бел байлап сапарға шыққандар орта жолдан қайтарылды. Синоптиктер қолайсыз күн райы ертеңде сақталатынын айтады. Астанаға жете алмай тұрмыз, жұмысқа бара алмай тұрмыз. Оралға кетуге билетіміз через Уральск, через Астананы Уральск. Боран болады білген жоқпыз. Бүгін шықтық сағат уже 10-нан кейін басталды ғой. Соны білмеймін енді қазір. Жол жабық деп жатыр, таксилер жүрмейді ау. Боран жол шығармай тұр, не істейміз енді. Тұрса жабық, шыға алмадық, қайтып келдік. Астанаға бара алмадық. Тасылыққа беріп жіберейін деген сол. Такси таппай тұрмын, такси жоқ. Осы жерде тоқтайтын жоқ вообще. Күн райының қолайсыздығына байланысты солтүстік Қазақстан, Павлодар, Жамбыл, Ақмола, Қостанай, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстары мен Нұр-Сұлтан қаласында дауылды ескерту жарияланды. Бұл аймақтарда қар жауып, қалың тұман басып, боран күшейеді деп болжанып отыр. Нұршапағат Несіпбаев аймақтардағы тілшілердің көмегімен Хабар 24. Елордадан шығатын бірнеше үлкен жолдар да жабылды. Ақтүтек боран әзір басылмайтын сыңайлы. Себебі 8 облыста дауылды ескерту жарияланып отыр. Боран соғып тұман түседі деп күтілуде. Қазір Нұр-Сұлтан Қарағанды трассасынан әріптесім Гүлзия Нақыпқызы мән-жайды баяндайтын болады. Гүлзия, армысыз, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, Динара. Біз қазір Нұр-Сұлтан Қарағанды тас жолында тұрмыз. Бұл жердегі жағдайды өздеріңіз көріп тұрғандай, көлік қарасы да, жүргізушілер де өте көп, жүк көліктерін тоқтатып, осы дауылды боран басылғанша тоқтата тұруға тура келеді, және де жүргізушілерді Қарағанды бағытына өткізбей жатыр. Қазір осы және басқа да толықтай ақпаратпен таныстыру үшін менің қасымда төтенше жағдайлар министрлігінің ресми өкілі Талғат Уәли мырза тұр. Талғат мырзаны өзінен сұрап көрейік. Талғат мырза, бүгін нешеден бастап жабылды жолдар және де қашан ашылады? Армысыздар, қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, ауа райының күрт бұзылуына байланысты Астана қаласынан барлық бағыттардағы автокөлік жолдарына шектеу қойылды, көліктің барлық түрлеріне.
Жалпы еліміз бойынша қазіргі таңда 6 өңірде дауылды ескерту жарияланды. Ол Солтүстік Қазақстан облысы, Қарағанды, Қостанай облысы, Павлодар облысы, Нұр-Сұлтан қаласы және Ақмола облыстары бойынша көліктің барлық түрлеріне шектеу қойылды. Біз қазір міне Қарағанды Теміртау трассасында тұрмыз. Бұл жердегі автокөліктердің барлығына шектеу қойылды. Бұларға ұзын жолға шығуға болмайды. Яғни Ал енді Талғат мырза, мына көліктер неліктен өтіп жатыр? Бұл мысалы өзіңіз білетіндей қазіргі жол бекетінде мемлекеттік тіркеу нөмірі 9-шы өңірден басталатын, яғни Қарағанды облысының автокөліктеріне толықтай шектеу қойылып, осы полиция бекетінен теріс айналып қайта қайтып жатыр. Ал мына елорданың іргесіндегі Жібек жолы сияқты жақын маңдағы ауылдардың тұрғындары осы қалаға қатынап жұмыс істейтіндіктен олардың үйлеріне қайтуға рұқсат етіліп жатыр. Бірақ Жібек жолы ауылынан ары қарай жүруге тыйым салынған. Енді ол ауылдан әрі қарай тағы да тұрма, полиция департаментінің өкілдері тоқтатып тұрма, әлде осы шектеуге қарамастан шығып кеткен жүргізушілер бар шығар, е? Қазіргі таңда жолда қалып қойған азаматтар туралы әзірге хабарламалар жоқ, бірақ та әрбір ауылдарда, әрбір елді мекендерде полиция департаментінің қызметкерлері, сондай-ақ төтенше жағдайлар министрлігінің өңірлік департаментінің өкілдері кезекшілік жасауда, ары қарай жолға шығуға рұқсат етілмейді. Яғни жол қозғалысы ол жақта да шектеулі. Енді бар ма ақпарат, қашан ашылады бұл тас жолдар? Әлде әлі біраз күн жабық тұрады ма? Жоқ, оның күн деп айтуға болмайды. Барлығы ауа райына байланысты. Қазіргі таңда 6 өңірде дауылды ескерту жарияланса, алдағы уақытта оған тағы 2 өңір Жамбыл облысынан да қосылуы мүмкін. Сондай-ақ барлығы ауа райына байланысты, егер ауа райы ашылатын болса, әрине мына тұрған жүк көліктерінің барлығы өзінің ары қарай бағытын жалғастыратын болады. Жақсы, рахмет сізге, Талғат мырза, көп-көп. Енді қазір мүмкіндік болса, осы жүк көліктерінің иелерінен немесе көліктерден сұрап көрейікші. Здравствуйте, куда путь держим? Караганду. Вас пропустили? Нет. А вы знали, что дорога закрыта? Нет, не знал. Знаете? Нет. Хорошо, будьте осторожны. Мына жүк көліктерін Қарағанды бағыты бойынша да өткізбей жатыр. Енді 1403 номері арқылы жүргізушілер қай бағытқа жолдар ашық, қай бағытқа жолдар жабық екенін біліп отыруға болады. Барлық ақпаратты және де төтенше жағдайлар министрлігінің сайтынан да қарауға мүмкіндік бар. Ал жүргізушілерге ескертетініміз, жолға әзірге шықпай тұра тұрыңыздар. Мен осы дауылдың бар екпінін көрсету үшін арнайы бас киімсіз де шықтым. Желдің екпіні өте қатты екен, 100 метр жерді көру мүмкін емес екенін байқаған боларсыздар. Өз өмірлеріңіз үшін үйде болыңыздар әзірге. Динара, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Айта кетейік, тікелей эфирде болған әріптесім Гүлзия Нақыпқызы. Жамбыл облысы Шу ауданының 50 жастағы тұрғыны 7,5 келіге жуық кептірілген марихуана сақтаған. Ірі көлемдегі есірткі оның үйінен табылды. Күдікті кінәсін толық мойындап отыр. Қазір аудандық уақытша ұстау абақтысында. Оған қылмыстық кодекстің 296 бабы, яғни аса ірі көлемді есірткі заттарын заңсыз сақтаған үшін ісі қозғалды. Айта кетейік, аталған дерек облыста кең көлемде жүргізіліп жатқан құқықтық тәртіп алдын алу шарасы кезінде анықталған. Атырау облысындағы 2 күнге созылған электр жарығына қатысты апатты жағдай толықтай жойылды. Қазір мұнайлы өңірдегі барлық аудан қалыпты тіршілік ырғағына көшті. Естеріңізге сала кетсек, 10 қаңтар күні кешкісін облыс орталығында Жайық өзенінің сол жағалауы мен Мақат, Индер, Қызылқоға және Жылыой аудандарында электр қуатына деген тапшылық байқалды. Салдарынан тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарда уақытша қиыншылық пайда болды. Кеше 11 қаңтар күні сағат 19:00-ден бастап облыс бойынша жағдай қалыпқа келе бастады. Дегенмен әлі де жарықсыз отырған ауылдар бар еді. Бүгін оларға да жарық жетті. Ең бастысы, жылу жүйесі тоқтаған жоқ. Оқыс оқиғаға байланысты облыс әкімдігі жанынан арнайы жұмысшы топ жасақталып, тексеру басталды. Все районы и областной центр полностью обеспечены. Облыс орталығымен барлық аудан тұрғындары электр желісіне қосылды. Ешқандай апатты жағдайларға жол берілген жоқ. Бүгінде энергетикалық бақылау органдарымен тексеру жұмыстары басталды. Олар жағдайды зерделеп, тиісті органдарға жолдайтын болады.
Елімізде барлық деңгейдегі маслихат депутаттары анықталды. Сайлауға қатысқан 5 партиядан 3276 үміткерге депутаттық мандат табысталады. Бүгін орталық комиссия төрағасы Берік Имашев аймақтық сайлау комиссиясының өкілдерін онлайн режимде тыңдады. Отырысқа әр партияның өкілдері жиналған. Жалпы 5 партия 7700-ден аса кандидат ұсынған. Тізімнің көбі Нұр Отан партиясынан болса, ең аз үміткер ауылдан тіркелген екен. Құрметті өңірлердегі әріптестер, саяси партиялардың өкілдері, енді келесі рәсім депутаттық мандаттарды бөлу. Сайлау туралы заңға сәйкес депутаттық мандаттарды бөлу кезектелген саяси партиялардың тиісті филиалының басшы органы сайлау қорытындылары жарияланған күнінен бастап 5 күнінен кешіктірмей айқындайды. Отырысқа қатысып отырған саяси партиялардың өкілдеріне өз филиалдарыңызды бақылап отыруды сұраймын. Жалпы кәсіби техникалық және жоғарғы білім беру мекемелерінде биылғы оқу жылы аралас форматта жалғасады. Мәселен, елдегі 3.400.000 мектеп оқушысының 58-ден астам проценті, яғни шамамен 2 миллион бала қашықтан білім алып жатса, қалған 42%-ке жуығы оқытудың штаттық форматына ауыстырылды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бүгінгі күні елде 1-5 сынып оқушыларының 24% кезекші сыныптарға барып жүргені белгілі. Сонымен қатар бала саны 300-ге дейінгі мектептерде оқушылардың 10% дәстүрлі форматта білім алуда. Енді жоғары сынып оқушыларды аралас форматта оқи бастайды. Осыған байланысты әр мекеме өзіне икемді сабақ кестесін жоспарлай алады. Осы 90-ның ерекшелігі 9-11 сыныптар жалпы білім беретін мектептерде және халықаралық мектептерде, Назарбаев зияткерлік мектептерінде 10-12 мектеп бітіруші сыныптарда оқыту штаттық форматта жүргізілу басталды. Сонымен қатар осы сыныптарда оқыту бойынша пәндердің 70% штаттық режимде және 30% қашықтан оқыту форматында жалғастырылатын болады. Әр мектептің өзінде қай пәндерді штаттық форматта және қай пәндерді қашықтық форматта оқыту бойынша шешімдер жеке дара қабылданылуы қарастырылған. Ал кәсіби техникалық білім беру мекемелерінің жұмысы келесі аптада басталады. Мұнда да бірінші курс студенттері үшін пәндердің 70% офлайн және 30% қашықтан беріледі. Қазір колледж бен жатақханаларда санитарлық эпидемиологиялық дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда Қазақстанда 128 жоғары оқу орны жұмыс істейді. Білім алушылардың контингенті 619.861 адамды құрайды. Ағымдағы жылдың 18 қаңтар мен 15 ақпан аралығында көктемгі семестр басталады. Білім беру сапасын қамтамасыз ету мақсатында қазіргі уақытта біз жоғары оқу орындарында дәстүрлі оқытуға біртіндеп көшу туралы мәселені пысықтап жатырмыз. Жоғары оқу орындарындағы бірінші курс студенттерде аралас форматта оқи бастайды, яғни дәрістер онлайн, ал семинарлар қолданбалы сипаттағы зертханалық және практикалық сабақтар офлайн форматта жүргізіледі. Мейірлан Алтынбек, Хабар 24. Ал 3-90 еліміздің бірқатар өңірінде дәстүрлі форматта басталды. Елордада алдын ала өтініш білдірген 70 мыңдай бала бүгін мектепке оралды. Оқу ордаларында арақашықтық сақталып, санитария талаптарына аса мән берілген. Айта кетейік, бүгін ақтүтек боран салдарынан екінші ауысымдағы елордалық оқушылар қашықтан оқуға ауыстырылды. Нөмірі 65-ші мектептің есігі бүгін таңғы 7-ден ашық. Себебі оқушылар қысқы каникулдан оралады. Баласын жетектеген ана немересін ерткен қария осында ағылуда. 10 күн тынығып, түн күшпен келген өрендерде Алтын ұя мектебін сағынған. Әсіресе үлкен өмірге қанат қаққалы отырған жеткіншектер бұл сәтті асыға күткендерін айтады. Мен өз достарымды көріп өте қатты қуанудамын. Себебі осы көптеген үзілістен кейін біз алғаш рет қауышып жатқан болатынбыз. Бәріміздің басымыз қосылып, көңіл күйіміз өте жақсы. Жалпы негізінен үйде оқып жүргенде көптеген қиыншылықтар болды. Ал осында келген кезде мұғаліммен тікелей байланыс арқылы біз сабақты түсінуге, тапсырманы бірге орындауға тырысып жатырмыз. Өте қатты қуанған болатын. Бір шеттен сыныптастарды көріп, соңғы жыл болғандықтан осы ентіға дұрыстап дайындалу маңызды. Десе де мектепте бұрынғыдай еркіндік жоқ.
Ғимаратқа кірудің өзі бір рәсім. Оқушы алдымен бір күштен өтіп дене қызуын өлшейді. Маска тағып, қолын сұйықтықпен шаяды. Дәлізде де бейберекет жүрген баланы көрмейсіз. Ал сыныптарда бір парта, бір бала қағидасы қатаң сақталған. Сабақ 70% мектепте жүргізілу керек дәстүрлі форматта, 30% қашықтан жүргізіледі. 9 класстар үшін 21, 11 сыныптар үшін 23 сағат нагрузканы, бір апта жүктемені қамтуымыз керек. Алгебра, геометрия, жаңағыдай тарих, қазақ тілі, негізгі сабақтары, ұлттық бірыңғай тестілеуге таңдау сабақтарын және мемлекеттік емтихан тапсырылатын барлық пәндер дәстүрлі форматта берілетін болады. Бала санының көбеюі мұғалімдерді үйреншікті жұмыс тәртібіне көшірді. Десе де қауіптің алдын алу үшін бәріне тиімді сабақ кестесі жасалды дейді маман. Алдыңғы 90-дарда 1065 оқушы кезекші топтарда оқыған. Оған енді 9 және 11 сыныптың 180 ұл-қызы қосылып отыр. Ал қала бойынша бүгіннен бастап 70 мың бала мектепке барып білім алады. Назерке Тоғжан, Асқат Қарақушиев, Хабар 24. Ал қазір кезек жарнамада, сәлден соң қайта оралатын боламыз. Новости. С вами Алмаз Ахмедов. Детский сад на 100 мест открыли. Открыли центр. Акция собрала участников всех действий. Самое важное в стране. Об этом меньше часа назад. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Елбасы сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердіні қабылдады. Кездесуде биыл сыртқы саясатта Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өтетін іс-шаралардың кестесі қаралды. Әсіресе алда жоспарланып отырған жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің, түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастық кеңесінің отырысына және Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі құрметті төрағасы саналатын Орталық Азия елдері басшыларының консультативті кездесуіне баса мән берілді. Сонымен қатар тұңғыш президентке Қазақстан мен одақтас әрі серіктес мемлекеттердегі жағдай туралы мәлімет берілді. Елімізде бір аптада коронавирустан 30 адам көз жұмды. Қауіпті індеттен елордадан 4, Алматы қаласынан 8 адам қайтыс болды. Ақтөбе мен Павлодардан 4 адам COVID-19 құрбаны болды. Індет құрығына іліккен 2349 науқас өмірден озды. Айта кетейік, өткен тәулікте 692 адамның COVID жұқтырғаны белгілі болған. Мәселен, Алматы қаласында 110 дерек тіркелді. Ал Алматы және Атырау облыстарында сәйкесінше 75 және 74 тұрғыннан қауіпті вирус табылды. Елордада дәл осындай жағдай 67 адамнан анықталған. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 164 мыңға жуықтады. Коронавирус инфекциясының таралуы бойынша Қостанай облысы қызыл аймаққа қайта кірді. Өңірде соңғы тәулікте 62 адамнан індет анықталған. Оның басым бөлігі Қостанай қаласында. Ауруға шалдыққандардың тәуліктік өсімі 0,7% шамасында болды. Қызыл аймаққа кіруімен өңірде қайтадан қосымша шектеулер енгізіле ме жоқ па, ол жағы әзірге беймәлім. Облыстың бас санитар дәрігерінің қаулысы әзірге жарияланған жоқ.
Батыс Қазақстан облысында қаңтар айының тек алғашқы 10 күндіңде 400-ден аса адам қатерлі індетке шалдыққан. Әр тәулік сайын аймақта 45-50 адамнан ауру белгілері анықталады екен. Егер жағдай бұлай жалғаса берсе, 15-нен бастап шектеу шаралары қайта күшеймек. Науқастардың тең жартысы емханаларға өздері келіп қаралған. Ауру жұқтыру деректердің бұлай күрт көбеюіне көп адам жиналған жаңа жылдық басқосулар басты себеп дейді жедел штаб отырысында сала мамандары. Сонымен қатар мониторингтік топтардың жұмысы да белең алып, жыл басталғалы бері санитарлық талаптарды бұзғандарға қатысты 10 хаттама толтырылған. Мейрамханалар мен дәмханалар бойынша тағы да 8 объект бойынша қалалық СЭС-тің материалдар жинақталып, тиісті қызметін тоқтату жөнінде сот органдарына жұмыстар жалғасты. Қазір таңда барлық социальный әлеуметтік желілер арқылы көңіл көтеретін орындар мен тиісті хабарландыруларда үнемі бақылауда ұстап отырмыз. Мониторинг жұмыстарын ары қарай жалғастырамыз. 10 қаңтарда Шарм-эль-Шейх Нұр-Сұлтан рейсімен келген бір жолаушыдан коронавирус анықталды. Бұл туралы санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті хабарлайды. Өткен тәулікте елімізге Швейцария, Мальдив Республикасы, Біріккен Араб Әмірліктері, Мысыр, Түркия, Ресей, Беларусь Республикасы және Өзбекстаннан 10 халықаралық әуе рейсімен 1085 қазақстандық келген. Оның ішінде 922 адам ПТР анықтамамен оралған, ал 163-де коронавирустың жоқтығын растайтын құжат болмаған. Енді анықтамасы болмаған жолаушылар ПТР тест тапсырып, арнайы стационарға жатқызылды. Үндістан әлемдегі ең ірі вакциналау науқанына кірісті. Бүгін елдің батысындағы Пуна қаласында орналасқан Сарысу институтынан екпенің алғашқы легі 13 аймаққа жіберілді. Бірінші партия ел астанасы Нью-Делиге ұшақпен жеткізілмек. Басқа аймақтарға 8 әуе рейсі ұшырылады. Үндістан үкіметі жаппай вакциналауда 16 қаңтарда бастағалы отыр. Жоспар бойынша 1,5 миллиардтай халықтың 300 миллионы алдағы 8 айдың ішінде вакцина салдыруы тиіс. There are 4 other vaccines which are at different phases of clinical trials. Үндістанда тағы 4 вакцина клиникалық тексерістен өтіп жатыр. Бұл іс тез аяқталады деп сенеміз. Елімізде өндіріліп жатқан коронавирусқа қарсы вакцинаны басқа мемлекеттерге экспорттау мәселесін алдағы бірер аптада нақтылаймыз. Қалай десек те әлемдегі орнымызды берік сақтаймыз. Үндістан бұған дейін Коваксин және Ковашилд атты отандық 2 вакцина жасап шығарған болатын. Премьер-министр Нарендра Моди бұл екпелер әлемдегі басқа препараттарға қарағанда бағасы жағынан тиімді болады деп жар салуда. Шұғыл қолдануға арналған 2 вакцинаның Үндістанда жасалғаны мақтан етеміз. Соңғы 3-4 аптада әлем бойынша 50 елде вакциналау науқаны қолға алынды. Осылайша бір айдың ішінде дүние жүзінде 20 миллион 500 мың адам екпе алып үлгерді. Бұл елдердің өз дайындығы, тәжірибесі мен қауқары бар. Алдағы айларда бізде 300 миллион тұрғынға вакцина салып, үлкен іс тындырсақ па деп отырмыз. Ал Палестина коронавирусқа қарсы қолдану үшін ресейлік Спутник V вакцинасын мақұлдады. Осы екпені шетелде таратуға жауапты Ресейдің тікелей инвестициялар қорының мәлімдеуінше аталған препараттардың алғашқы легі ақпан айында. Ал барлық партиясы биылғы жылдың сәуіріне дейін жеткізілмек. Әзірге доза көлемі нақты айтылған жоқ. Сондай-ақ экспорт құны да белгісіз. Бірақ Рейтер агенттігінің хабарлауынша Спутник V-дің бір дозасы кемінде $20 сатылуы мүмкін. Вакцинаны жеткізу үшін 4 компаниямен келісімге қол қойдық. Екпені бірінші кезекте медицина қызметкерлері, қариялар, науқастар қабылдайды. Біз батыс жағалаудағы Газа және Құдыстағы тұрғындардың 70%-не вакцина саламыз. Егер палестиналық дәрігерлер бұл вакцина халықтың денсаулығына еш қауіп төндірмейді десе, неге қабылдамасқа? Палестинаның денсаулық сақтау министрлігінің дерегі бойынша соңғы күндері коронавирустан 12 адам қайтыс болып, 928 тұрғын жұқтырған. Дәл қазір 95 науқас ауыр халде жатыр. Жалпы індет басталғалы бері Палестинада құрбандар саны 1600-ден, ал індетке шалдыққандар қатары 160 мыңнан асқан. Науқастардың 8 мыңы дәрігерлер.
Елімізде бастау алған «Менің туым, менің отаным» атты патриоттық челлендж үлкен қолдауға ие болды. Мәселен, Солтүстік Қазақстан облысында рухты оятатын бұл эстафета аз ғана уақыттың ішінде жалпы халықтық қозғалысқа айналып үлгерген. Қазір өңірдегі барлық аудан, ауыл азаматтары атқа мініп көк байрағымызды көкке көтеруде. Бұл жолы шарапаты мол шара Шал Ақын ауданында өтті. Оны ұйымдастыруға 200-ге жуық адам, 100-деген көлік және 40-тан астам жылқы жұмылдырылды. Осылайша жиналған жұрт жастардың мемлекеттік рәміздермен елге деген сүйіспеншіліктерін оятты. Енді бұл челленджді өткізуді ел азаматтары игі дәстүрге айналдырмақшы. Жалпы аталған іс-шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына арналды. Еліміздің азаматтары үлкен ат салысып, ақшалайда, былай айтқанда, киім жағынан да, су жағынан да, ат жақтарынан да тез арада жиналып, сондай бір күш-қуат беретіндей бір сезімдерге келдік. Сол ауданымызда соның арқасында 500 мыңнан артық қаражат жиналып, осы іс-шарамызды 2 күннің арасында өткізіп өттік. Жиналған қаражат жаңағы кем-жетіктерге, қарт Азия аталарымызға және де сол ауданымыздың ішінде жұмсалады. Осы сағатқа келіп түскен жаңалықтардың реті тамам. Әлеуметтік арақашықтықты сақтап, маска тағып жүруді де ұмытпаңыздар.